Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы макро және микро әлем. Сабағымыздың мақсаты макро және микро әлем нысандарын ажырата білу және мысалдар келтіру. Бізді қоршаған әлемдегі заттардың барлығын өлшем және формаларына қарай үлкен үш топқа жіктеуге болады. Мега әлем, макро әлем және микро әлем деп. Міне осының біз микро және макро әлеміне бүгін тоқталамыз. Макро әлем адам өмір сүріп әрекет жасайтын дағдылы ортадағы планеталар, жердегі денелер, кристалдар, үлкен молекулаларды жатқызамыз. Ал микро әлемге сапалық жағынан мүлдем басқа саланы айшықтайтын атомдар, ядролар, элементар бөлшектер және тағы да басқалар турайтын. Ондағы объектілердің өлшемдері сантиметрдің миллиардтан бір бөлігінен кем, яғни тікелей бақылауға келмейді. Оқушылар, енді осы микро әлем жөнінде бейне баян көрсек. Бактерия жасушалары әртүрлі пішінге енеді. Кок, таяқша, кок таяқшалары, вибрион, спирохета, спирила. Коктар жұптасып, диплококтар түзеді, немесе түзу бойымен бірігіп, стрептококтар түзеді. Сонымен қатар олар ретсіз топтасу арқылы стафилококтар түзе алады, және микрококтар деп аталатын дұрыс текше пішінін құрайды. Көріп отырғанымыздай, микро әлем көзге көрінбейтіні болмаса, өте алуан түрлі екен. Енді микро және макро әлемдерге мысалдар келтірсек, макро әлемге жануарлар, өсімдіктер, адамдар жатқызамыз. Ал микро әлемге молекула, атомдарды жатқызуға болады екен. Мұна атап өтілген үш деңгейге мысалдар және өлшемдерін келтіріп өтсек, мега әлем бұл галактика мысалы, ал өлшем бірлігі жарық жылы. Макро әлемге мысал ретінде адамды айтсақ болады, ал өлшем бірлігіне уақыт бірлігі, яғни минутты мысалға келтірсек болады. Және микро әлем мысал ретінде атом және өлшем бірлігі ретінде нанометрді мысалға келтірсек болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, тапсырмаларды орындайық. Көріп отырғандарыңыздай, бірінші тапсырма ассоциация тапсырмасы. Макро және микро әлемге ассоциация жасаңыздар. Орындап болсаңыздар, мен жауабын көрсетейін. Микро әлемнің мысалы ретінде жануарларды, адамды, таулар және өсімдіктерді мысалға келтірсек болады. Ал микро әлемнің өкілдеріне молекула, атомдар, ұсақ бөлшектерді жатқызады екенбіз. Енді оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма артығын тап. Яғни микро және макро әлемге сіздерге бірнеше мысалдар берілген. Осы мысалдардың ішіне жатпайтын, яғни осы микро әлемге жатпайтын бір мысалды анықтайсыздар. Және макро әлемге де тап осылай. Жауабын жазсаңыздар, мен дұрыс жауабын айтып кетейін. Микро әлемде бактерия, атомдар және жұлдыздар. Бұл жерде жұлдыз деген мысал артық. Және макро әлемде сиыр, галактика, тау дейтін болсақ, бұл жерде галактика мысалы артық екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.